білесіздер, Маңғыстау облысында қазір бала туу санынан біз республиканың алдындамыз. Қазақта сөз бар, санынан сапа туады деген. Бірақ соңғы кезде біздің бақылауымыз бойынша жағдай басқаша болып келе жатыр. Қазір бізде өздеріңіз білесіздер, 195 мектепте 182 мың бала бар. Колледждерде 27 мыңдай, 28 мыңдай, және студенттерде 8200 адам бар. Атадан қалған сөз бар. Өкпеге қиса да өлімге қимайды деген. Кешегі сол 17-18-дегі жасөспірімдер бірін-бірі аямай қол жұмсап, қару қолданып, бутылка лақтырып жатқан балалар отан қорғауға келгенде қашып жатыр әскерге бармай. Байқап тұрсыздар ма? Екі үшін. Міне ағында көшеге шығып төбелесіп жатыр, қару қолданып жатыр, бірін-бірі өлтіруге дайын. Ал қазақтың намысын қорғап, қазақтың отанын қорғауға келгенде әскерден қашып жатыр. Біз жастардың арасында жұмыстар жүргізіп жатырмыз, өзіміздің деңгейімізде. Осы бағытта біз жұмыс жасап жатырмыз. Сіздер бізге уақытымен мәлімет берулеріңіз керек, өздеріңіздің тәрбие жұмыстарына жүру керек, бірақ бірлесіп жұмыс атқаруымыз керек. Біріккен бітіреді, ұйымдасқан тату өтеді. Сіздерден сұрайтыным, мынау 13-тен 14-тен асқан 15, 16, 17-тегі балалармен мүмкіндігінше жұмыс жүру керек. Әскери комиссариаттан шақырыңыздар, бізден шақырыңыздар. Соның ішінде мына ер балалар түсіну керек. Олардың болашақ міндеті отан қорғау екен, ел қорғау екен. Қазіргі саяси жағдай әлемде қиын екен. Әрбір бала, әрбір қара көз біздің жігітіміз қазір есепте болу керек, бізге керек.